Мынадай енеге 5 жыл шыдаған саған ризамын, деді әкем. Опасыз адаммен бір шаңырақ астында тұра алмадым. Көзіме шөп салған үшін ашуланып төркініме кетіп қалып ем, бірақ содан кейін үйімнің есігі мен үшін мәңгіге жабылды. Тіпті балаларым да мені теріс айналды. Арсыз тірлікті мен жасағандай, өмірдің ауыр жазасын мен тарттым. Сүйіп қосылған күйеуіммен 5 жыл отастық. Бір ұл, бір қызды өмірге әкеліп, бірге тәп-тәуір өмір сүрдік. Күйеуім қалада істейтін, ал біздің үй қала іргесіндегі ауылдардың бірінде. Мен бала күтімімен демалысқа шығып, алаңсыз үй шаруасына беріліп кеткен әйел едім. Оның үстіне адуынды ене мен қытымыр қайынсіңлі бар. Олардың да бабын 2 баладан кем жасамайсың. Сөйтіп жүргенде өзіме көңіл бөлуді, күйеуіме еркелеуді ұмытып қалдым-ау деймін. Баяғы сұлулық жоқ болғасын, күйеуімнің де менен көңілі суған шығар. Оның басқа біреумен жүретінін, көрші үйде тұратын құрдас келіншек сүйіншілеп жеткізді. Білесің бе, күйеуің жұмысындағы бір келіншекпен жүреді ғой. Кеше сонынан справка алайын деп барсам, екеуі обедке құшақтасып, сүйісіп шығып бара жатыр екен деп төбемнен суық су құйып жібергендей жеткізді. Не дерімді білмей түрім бозарып, орнымнан тұра алмай қалдым. Нұрлан ол кезде үйде тұғын. Оның үйде жүргенін байқаған құрдас келіншек есіктен атып шығып, қарасында батырды. Бар ойым Нұрланнан мән-жайды білу еді. Ол түскі асқа үйге кіргенде балаларды сыртқа шығарып жібердім де сұрақтың астын алдым. Манзураның көргені рас па? Қашаннан бері мені алдап жүрсің? Дегеніме, күйеуім еш саспастан, «Я, рас, мен ол қызды сүйемін, бірақ сенімен ажырасатын ниетім жоқ. Балаларымды қимаймын» деп жауап берді. Жаныма қатты батқаны, тым болмаса өзін кінәлі сезініп, кешірім сұрамағаны. Кестен кесіп ал дегендей, бетіме бедірейе қарап, ары қарай астын ішіп отыра берді. Мұндай сөзден кейін әйелде қандай реакция болады? Әрине, мен ашумен киімдерімді жинап, балаларыма қарамастан үйден шығып кеттім. Кетерімде енем аузына келгенін айтты. Менің баламнан жақсы бай табам деп тұрсың ба? Төркініңнің тұранау, бірі қотыр, бірі соқыр. Сені жарылқап сыйғызса мұрнымды кесіп берейін. Қайда барам деп отырсың? Ертең-ақ сүмірейіп келесің. Балаларды өлсем де бермеймін. Құдайға шүкір күшім бар, өзім асырап бағам деп лаулап жатқан отқа одан сайын май құйып, менің кетуіме бар жағдайды жасады. Ол кезде кішкентайым 2 жасар еді. Төркінім алыста, 2 баламен ұзақ жолға шыдамасымды білгесін, екеуін үйде қалдырып кеттім. Бір күні келіп әкетем деп ойлағам. Кейін оның арман болып қаларын қайдан білейін. 2 күннен кейін енем мен ағайын абысыным артынан іздеп келді. Әкетуге келген шығар деп ойласам, сөйтсем олар мен үйге қайтару үшін емес, мені төркініме жамандап, масқаралау үшін келіпті. Шешем қайтыс болған, бар соққыны әкем қабылдады. Қызың ондай, қызың мұндай деп екпіндей сөйлеген енемнің сөзіне ақырында шыдай алмай, екеуін үйден қуып шықты. Ақталуға сөз таппай, әкемнің алдында көз жасым көл болып отырып қалдым. Мынадай енеге 5 жыл шыдаған саған ризамын, деді әкем. Басқа ештеңе демеді. Бір кезде заңды түрде ажырастық. Енемнің інісі аудандық сотта төраға болып істейтін, таныстарын араға салып жүріп, 2 баланы өз қарауларына қалдырды. Сіздің тұрақты баспанаңыз жоқ, жұмысыңыз жоқ деп неше түрлі сылтауларды ойлап тапты. Баламды қайтарыңдар деп үйге барып айқай-шу шығарғанда, есін біліп қалған үлкен ұлым, мен әжеммен қалам деп енемнің сөзін сөйледі. Содан бері 10 жыл өтті. Балаларымды осы жылдар ішінде 3-ақ рет көрдім. Маған салса мәңгі жандарында болар ем. Енеммен күйеуім 2 баламды маған қарсы қойғаны сондай, барсам тыжырынып жақтырмайды. Неге келдің, кет, біздің басқа мамамыз бар деп ұлым бұртиып аузымды ашқызбайды. Апарған тәттілерімді де, ойыншықтарымды да көзімше лақтырып, ит масқарамды шығарады. Мен туралы не айтқандарын білмеймін. 2 перзентімнен тірідей айырылып қалдым. Екеуіне жақын болайын деп 3 жыл бұрын сол ауданға көшіп барғам. Пәтер жалдап тұрам. Жұмысым да бар. Кеше балаларымды аудан орталығынан көрдім. Сол сәттегі жағдайымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жүрегім езіліп, жаным жаншылды.
Қызым мені құдды танымайтын адамдай қасынан өте шықты. Тұңғышым оқты жанарымен бір қарады да қарындасын жетектеген күйі кете барды. Құдайым-ай, мен бұларға не жаздым деп көшеде ебіл-дебіл боп жыладым. Мен кеткеннен кейін Нұрлан үйленбепті. Көңілдесі болған қыз күйеуімен бір бала туып, онысы шетінеп кеткен. Содан кейін басқаға тұрмысқа шығыпты. Бірақ сол күйі бала көтере алмай, өзімен өзі әуре көрінеді. Балалықпен ашуға бой алдырғанымды түсінем. Сабыр сақтап, күйеуімнің өткінші сезіміне көз жұма қарағанда бәрі басқаша болар ма еді. Бірақ артымнан бір іздеп келмеген, кешірім сұрамаған өзі емес пе? Қайта балаларына басу айтып, екеумізді татуластырған енемнің істеген анау аузына келгенді құсты. Өзегімді өртеген өкініш, балаларыма деген сағыныш, біздің қателігімізден екі бала қам көңіл боп өсті. Маған елейін десе қартайған әжесінің көңілін қимайды. Іштей мені де сағынатындарын сезем. Екі оттың ортасында қалған балаларымдай аяймын. Бірақ түптің түбінде шындыққа көз жеткізіп, мені кешіреді деген ойдамын.